Ауылдың шетіндегі ескі қораның іші ыстық, самалда жоқ. Шөптің иісі мен малдың жылы тынысы араласқан ауа адамды мас қылады. Күн батқалы қашан, бірақ Айжанның денесі әлі терлеп тұр. Ол жеңгесі 32-дегі толық денелі, етжеңді әйел. Күйеуі қалада жұмыста, үйде жалғыз. Ал қайнысы Ербол 25-тегі бұйра шашты, кең иықты жігіт, малды қарап жүріп қорада қалып қойған. Айжан қораға кіргенде Ербол сиырды сауып отыр еді. Қолындағы шелек тербеңдеп сүттің ақ көбігі шашылып жатыр. Айжан есікті жауып ілгектегенде дыбыс шықты. Ербол басын көтерді. Көздерінде бірден от тұтанды. Жеңеше, неге келдіңіз деп сұрады ол, бірақ дауысы дірілдеп құмарлықты жасыра алмады. Айжан жақындады. Оның үстіндегі жеңіл көйлегі терден дымқылданып, екі анарының пішіні айқын көрінді. Ол Ерболдың алдына келіп тоқтады да, бір қолымен оның иығынан ұстады. Терлегім келеді, Ербол деп сыбырлады. Ербол шелекті бір жаққа қоя салды да, орнынан атып тұрды. Қолдары Айжанның белінен қармап, қатты қыса құшақтады. Еріндері бір-біріне тигенде, ыстық демдері араласып кетті. Айжанның тілі Ерболдың аузында ойнақтап, қолын көйлектің астынан өткізіп, жеңгесінің жұмсақ, толық бөксесін қыса ұстады. Жеңеше, сізді армандайтынмын түнде ұйықтамай, деп ол ышқына сыбырлады. Айжан күлді. Ол Ерболды шөптің үстіне итеріп жіберді. Екеуі құлап түсті. Шөптің иісі мұрындарын қытықтады. Сол түні Айжан мен Ербол алғаш тиымнан аттап өтіп көйлегін шешіп тастады. Екеуі терлеп тепшіп, бір-біріне жабысып жатты. Тыныстары бірте-бірте басылып, қораның ішінде тек жүрек соғыстары естілді. Біраздан кейін Айжан күлді. Ертең тағы келесің бе, қайным? Ербол оның ерінен сүйіп. Күнде келесің бе, жеңеше, деп сұрай берді. Қораның есігі сырттан желмен ашылып жабылып жатты. Ал ішінде екі тән әлі бір-біріне жабысып, жаңа раунды күтіп жатқан еді. Қораның ішіндегі ауа әлі ыстық, тер мен шөптің иісі бір-біріне араласып, бас ауыртатындай қою. Айжан Ерболдың кеудесіне басын қойып, саусақтарымен оның қатты бұлшық еттерін сызып жатыр. Жеңеше, тағы қалайсың ба, деп Ербол сыбырлады. Даусы әлі де дірілдеп, құмарлығы басылар емес. Айжан күліп басын көтерді. Көзі жайнап, ерні дымқыл. Қалайсың ба дегенің не? Сен мені қайда өмірге әкелдің ғой, деді. Біраз уақыт екеуі де тыныстары басылып, бір-біріне жабысып жатты. Сыртта түн толық түсіп, жұлдыздар жарқырап тұр. Қораның есігі желмен ашылып жабылып, сықыр-сықыр етеді. Айжан Ерболдың құлағына сыбырлады. Ертең түнде тағы осы жерде. Бірақ келмес бұрын душ қабылдама. Сенің теріңнің иісі маған ұнайды. Ербол күлді де, оның ерінен ұзақ сүйді. Жеңеше, енді мен сенің құлыңмын. Екеуі киімдерін киіп, қорадан шығып кетті. Бірақ екеуі де біледі. Бұл соңғы емес. Бұл жаңа бастамасы ғана еді. Үйдің іші мұздай тыныш еді. Лампаның сары жарығы үстелдің үстіндегі шайдың суыған шынысын ғана жарықтандырып тұр. Бағдат ортадағы орындыққа отырды да, қолын үстелге қойып, саусақтарын бір-біріне тоғыстырды. Көзі қызарып, бірақ әлі де тыныш. Қашаннан бері, деп қайталды. Айжан диванның шетінде отыр, тізесі дірілдеп, қолдары арасында сығылып жатыр. Ербол есіктің жанында тұр, басын көтеруге бата алмай. 1 минут өтті. 2 минут. Бағдат күтті. Ақыры Айжан сыбырлады. 3 ай болды, Бағдат. Бағдат басын изеді. Тек изеді. Сосын баяу ғана тұрды да, ас үйге кірді. Шкафты ашып, бөтелкені алды. Бір стақанға құйып, бір жұтымда ішті. Екіншісін құйды. Үшіншісін құйғанда, стақан қолынан тайып кетті де, сынып жерге шашылды. Ол қайтып келіп, екеуінің алдына тұрды. 3 ай менің төсегімде жатқанда да ойлап жүрдің бе, Айжан? Мен қалада тер төгіп жүргенде, сен менің ініммен менің үйімде. Айжан жылап жіберді. Даусы шықпай, тек иығы селкілдеп. Ербол ақыры басын көтерді. Аға, кінә менікі. Мен бастадым. Ол ешқандай кінәлі емес. Махаббат деген жоқ, тек құмарлық қой. Бағдат оған қарады. Көзі қанталап кеткен. Ол саған қарсылық көрсетпеді ғой, қорада. Мен көрдім.
Екеуіңді. Ол бір қадам жақындады. Ербол артқа шегінді. Аға, соқпа, ешкімге айтпаймын, бірақ соқпа. Бағдат тоқтады. Демін ішіне тартып, баяу ғана айтты. Мен екеуіңді де жек көремін. Ол маған керек емес. Сосын Айжанға бұрылды. Ертең таңертең чемоданыңды жина. Ағаңның үйіне кетесің. Бүгін түнде осы үйде ұйықтайсың, бірақ менің жанымда емес. Диванда. Айжан басын изеді. Көз жасын сүрте алмай. Бағдат, кешір мен. Кешіру жоқ. Ол Ерболға қарады. Ал сен қазір машинаңа отыр да кет. Бұл ауылдан кет. Бір апта ішінде. Қайда барсаң да маған бәрібір. Бірақ егер сені тағы бір рет осы жерде көрсем, онда мен өз қолыммен ана дүниеге жіберемін. Оны уәде етемін. Ерболдың ерні дірілдеді. Ол бірдеңе айтпақ болды, бірақ Бағдат қолымен тоқтатты. Кет. Ербол есікті ашып сыртқа шықты. Машинасының моторы гуілдеп, 1 минуттан кейін дыбысы өшіп, ауылдың шетіне қарай кетті. Үйде екеуі ғана қалды. Бағдат диванға отырып, басын қолдарына алып ұзақ отырды. Айжан жылап, бірақ жақындауға бата алмады. Таң ата бастағанда Бағдат тұрып сыртқа шықты. Қораға барды. Сол жердегі шөптің үстінде әлі де олардың иісі бар еді. Ол отырып алып темекі тұтатты. Бірін, екіншісін, үшіншісін. Сосын телефон шығарып, досына хат жазды. Бүгін кешке кел. Сөйлесетін әңгіме бар. Ал Айжан үйде отырып, чемоданын жинап жатты. Көз жасын сүртпей-ақ қойды. Бәрі біткен еді. Бірақ екеуі де білетін, ауылда ештеңе ешқашан бітпейді. Тек басқаша жалғасады. Күндер өте берді. Ауылдың қысы қатты болды. Қар тізеден асты, жел соғып, үйлердің терезесін қағады. Айжан ағасының үйінде әлі тұрады. Ешкіммен сөйлеспейді. Тек жұмыс істейді. Кейде түнде қораға қарап тұрады, бірақ енді бармайды. Жүрегі ауырады. Іші де бір түрлі. 1 айдан кейін білді, жүкті. Кімнен екенін өзі де білмейді. Ерболдан ба, Бағдаттан ба? Бірақ айтпайды. Ешкімге айтпайды. Тек іші өсіп келе жатқан сайын қорқады. Бағдат болса адам емес сияқты болды. Күнде ішеді. Малды тастап кетті. Анасы жылайды. Әкесі ұрсады. Ол ештеңе айтпайды. Тек қорада отырады. Кейде түнде шығып кетеді, таңға дейін жоқ. Қайда баратынын ешкім білмейді. Бір түнде қатты боран болды. Бағдат тағы шығып кетті. Анасы іздеп айқайлады. Табылмады. Таңертең ауылдың адамдары қорадан тапты. Ішінде шөптің үстінде жатыр екен. Қолында бос арақ бөтелкесі. Денесі мұздап қалған. Өлген. Қолының астына қағаз қыстырылған екен. Жазуы дірілдеп, қолы қалтырып жазған сияқты. Мен кешіре алмадым. Бірақ ұмыта да алмадым. Айжан, балаға менің атымды қойма. Ол кінәсіз. Мен ғана кінәлімін. Ауылда жерлегенде Айжан келмеді. Келе алмады. Тек үйде отырып, ішіндегі баланы сипап жылады. 1 айдан кейін Айжан да жоғалды. Ағасы таңертең тұрса, үйде жоқ. Чемоданы жоқ. Тек үстелде қағаз. Мен кеттім. Баланы жалғыз өсіремін. Екеуіңді де ұмытпаймын. Бірақ өмір жалғасу керек. Ауылда 2 бос үй қалды. Бірі Бағдаттікі. Бірі Айжанның бұрынғы үйі. Қора әлі тұр. Ешкім кірмейді. Бірақ түнде кейде. Жел соққанда. Ішінен сыбыр естіледі деген сөз бар. 3 дауыс. Бірі Бағдаттікі. Бірі Айжан екеуі. Бірі Ерболдікі. Үшеуі де бір сөзді қайталайды. Кешір. Бірақ енді кешіретін ешкім жоқ. Ауыл өмір сүре береді. Тек қораның есігі әлі сықырлайды.